Нәрестенің есту қабілеті жеткілікті дамыған, сондықтан ол дыбыстарды жақсы ажырата бастайды және ананың даусын таниды. Сүйектері толығымен қалыптасады және қатая бастайды. Терінің астында май клеткалары қалыптаса бастайды. Денесінде түктер пайда болады. Балада мидың дамуы жалғасуда, жүйке жасушаларының саны артады. Баланың мойның негізі болып табылатын шанышқы тәрізді жүйе қалыптасады. Ол ұрықтың ағзасын қорғайтын иммундық жүйенің жасушалары болып табылады. Жүктіліктің 17-ші аптасында ананың жүрек, қан-тамыр және несеп пен жыныс жүйелерінде қысымның пайда болуымен сипатталады. Жүрек пен бүйрек нәрестенің қажеттілігін қанағаттандыру үшін күшейтілген режимде жұмыс істейді. Жиі зәр шығарумен қатар дененің ісінуі және ентігу пайда болуы мүмкін. Ағзадағы қан көлемі күн сайын өседі. Соның салдарынан қызыл-еттің қанауы күшейеді, немесе кенеттен мұрыннан қан ағуы да мүмкін. Жатырдың өсуі жалғасуда. Салмақ орталығы тепе-теңдікті сақтау үшін алға жылжытылған. Еңкеюге тура келеді. Нәтижесінде арқа ауырсынуы мүмкін. Жүрекке жүктеме артады. Енді ол қанды 20%-ға артық жүктеуі мүмкін. Артериялық қысым артады. Соның нәтижесінде терлеу пайда болады. Кеудеңізде ісіну пайда болып, ауырсынуы мүмкін, өйткені нәрестеңізге арналған сүтке дайындалады. Ішіңіз кеуіп, сүйек пен кеуде арасындағы жатырды сезінесіз. Өсіп келе жатқан жатыр теріні созады. Болашақ әкелер үшін кеңес. Үйдегі үй шаруасын бөлісіңіз. Үйге жағымды эмоция сыйлаңыз. Әйеліңіздің босанғанға дейінгі барлық қалауын орындауға тырысыңыз. Қажет болған жағдайда мойын мен аяққа массаж жасап беріңіз. Суды көп мөлшерде тұтынғандықтан аяқтың ісінуі пайда болуы мүмкін. Күніне пайдаланатын судың мөлшері 1,5-2 литрден аспағанын қадағалаңыз. Кофе, шай және газ алған сусындарды пайдаланудан бас тартыңыз. Олардың сізге кері әсері болуы мүмкін. Балаңыздың С дәрумені мен фолий қышқылының жеткілікті мөлшерде болғанын қадағалаңыз. Алма шырыны мен балдыр көк сіз үшін ерекше құнды болмақ. Азық-түлік мәзірінде темірдің де жеткілікті болғаны абзал. Сондықтан ет, қара өрік, мейіз, кептірілген қара өрік және анар шырынын пайдаланғаныңыз дұрыс. Осы аптада туындауы мүмкін ауруларға бей-жай қарамаңыз. Ең көп кездесетіні ісіну, тамырдың варикоз кеңеюі, іш қатудың себебінен болатын аурулар, қызыл-еттің қанауы. Егер осы аурулар сіздің бойыңызда болса, ауруды асқындырып алмас үшін мамандармен кеңесуге кеңес береміз.